Әрбір өнер деп армандаған жанның үлкен мақсаты, үлкен арманы осындай үлкен өнер ордасында, үлкен сахналарда өнер көрсету. Алла бұйырса, үлкен тілегіміз бар. Біз оқытып жатқан балалар осындай үлкен тұлғалармен өнер көрсетіп, бір сахнада шыңдалып, үлкен биіктерге жетсе екен деген тілегіміз бар. Сол мақсатта қазір жұмыс істеп те жатырмыз. Тәжірибе деген дүние ешқандай ақшамен бағаланбайтын нәрсе. Адам тәжірибені сатып ала алмайды. Ол нәрсе бір уақытпен, сенің бір шыңдалуың, үлкен еңбекпен келетін, сенде ғана бар дүние, оны ешкім тартып та ала алмайды. Сол себепті өзіңнің жинаған жақсы тәжірибеңмен, өзіңнің білген біліміңмен неге бөліспеске, енді өсіп келе жатқан жастарымызды неге бауламасқа, тәрбиелемеске, жақсымен бөлісу керек. Себебі біздің жаңа Қазақстанымыз, жаңа еліміз жарқын болу керек, болашағымыз жарқын болу керек. Темірхан Ләйлә Әбсұлтанқызы, Қызылорда қаласының тумасымын. 2011 жылы өнер қуып, арман қуып, осы Алматы қаласына Жүргенов өнер академиясына оқуға түсуге келдім. Музыкалық драма театры әртісі мамандығы бойынша Асхат Майымиров шеберханасына түстім. Қазіргі таңда актерлық шеберлікке түскен балаларды, актерлық өнердегі балаларды сахна тілі пәні бойынша қазір жұмыс жасап, өнерге баулудамын. Айбар Таңғыт өнер студиясына қош келдіңіздер. Келіңіздер, жұмыс барысымен таныстырып өтейін. Бізде қазір 4 топ бар, яғни 40 балаға жуық балалар оқиды. 4 жастан бастап оқытып жатырмыз. Себебі 4 жас дегенде кішкентай ғой. Бірақ 4 жасар баланың қабілетіне қарай аламыз. Өйткені балалардың өзі әртүрлі болады. Кейбір балалар кішкентай кезінен бір тіл алғыш, қабылдағыш, өзі бір өнерге жақын көрініп тұрады, табиғат натурасы дейміз ғой. Ал кейбір балалар болады, сондай тұйық болып келеді, ата-анасы оның ашылғанын қалайды. Енді былай айтқан кезде мен айтушы едім, актерлық шеберліктің, ораторлық өнердің маңызы өте зор. Ол тек болашақта жаңағы актер болады деген, немесе жаңағы журналист болады, диктор болады деген бір мақсатпен емес. Баланың ашылуына, баланың еркіндікті сезінуіне, баланың тілді, мына дикциясының, артикуляциясының, жалпы мына физиологиясының еркін басқаруға үйренетін сабақ, ішкі еркіндікке үйренеді, соның маңыздылығы өте зор. Біз анық сөйлеу үшін ерніміз, езуіміз, тіліміз, тісіміз барлығы активны қозғалуы керек. Егер де біз тілімізді қозғалтпасақ, таңдайымызды көтермесек, тілімізді қоспасақ, біздің сөзіміз түсінікті болады ма? Түсінікті болады ма? Түсінікті болмайды. Біздің тіліміз анық болу керек, айқын болу керек, өзгелер түсіну керек. Қазақ тілін әдемі сөйлеп, әдемі жеткізуге тырысу керек. Оған ың деген әріптер бар, ғы деген әріптер бар. Соларды біз не істеу керекпіз? Анық айту керекпіз. Әрине. Кеттік, Луина, бастаңыз. Ман басқан, судалан шан басқан, 4 аяғын чен басқан, түйе деген жануар. Соны енді өкпелеп айтыңызшы. Ман басқан, судалан шан басқан, 4 аяғын чен басқан, түйе деген жануар. Кеттік, қуанып айтыңызшы, Аян. Ман басқан, судаларын шан басқан, 4 аяғын чен басқан, түйе деген жануар. Молодец. Былай айтқан кезде өнер арқылы біз ұрпақты тәрбиелей аламыз, жақсылыққа үйрете аламыз. Біз өзіміздің мәдениетімізді, тілімізді сақтай аламыз. Сол үшін кішкене де болса өзіміздің үлесімізді қосқымыз келеді. Қазір актер шеберлігі бар, сахна тілі бар, шешенді өнер бар. Былай айтқан кезде барлығы қазақ тілінде жүріп жатыр бізде. Міне мен бүгін шынымен мақтанып айта аламын. Ең бірінші басында келген балалар бк деп түсінбейтін да қазақша айтып тұрған нәрсені бүгін тап-таза айтып тұр. Астана мюзикл мемлекеттік театрына жұмысқа шақырды. Сол жаққа барып, 3 жыл бойы алған білімімді тәжірибе жүзінде атқарып, үлкен, былай айтқанда, әлемдік мюзиклдарда өнер көрсеттім. Астана мемлекеттік мюзикл театрында біз әлемдік мюзиклдарға қатыстық. Қазақ халық әнге байқалыппыз ғой. Соны бір ұштастыра отыра, ертөстік мюзиклмен ашылды театрымыз. Ромео и Джульетта мюзиклын қойдық. Сол жерде Ромеоның анасын ойнадым. Леди Монтеккиді. Бұл
мен үшін үлкен жоба, үлкен тәжірибе болды. Ол кезде мен жаста болса Ромеоның анасын ойнадым, себебі мюзиклда адамның дауыс тембрына, даусының қуатына, ерекшелігіне байланысты рөл беріледі. Қыз жібек мюзиклын жасадық, барлығы жанды дауыста болды, жанды аспаптар, этнофольклорлық ансамбльмен қосыла отыра осындай бір керемет дүние шықты. Осы Қыз жібек мюзиклмен, театрымызбен 2018 жылы Европаның 5 қаласында өнер көрсеттік үлкен сахналарда. Париж, Вена, Брюссель, Канны, Москва секілді қалаларда көрсеттік. Кейін фестивальдарға бардық. 3 жыл жұмыс істедім. Содан кейін Алматы қаласына қайтадан қоныс аудардым. Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясы өзімнің білім алған ордама келіп, сахна тілі кафедрасына жұмысқа тұрып, студияны аштық. Махаббатымды жоқтырдым. Жүрегімнің сені, өшегім бөліп, жаным мен сені еркіме беріп Жұлдызды қабырғамыз Айбар Таңғыттың өзінің үлкен жобаларда қатысқан, үлкен режиссерлармен, актерлармен түскен фотолары, жұмыс барысын осы жерге арнайы жасап қойдық. Айбар біздің Қазақстанымыздың кішкентай ғана жарық жұлдызы деп айтсақ болады. 11 жаста болса да түскен 100-ден аса жұмысы бар екен кино әлемінде. Қазіргі таңда үлкен жобаларда жүргізуші ретінде өзінің бағын сынап жатыр. Қазіргі өскелең кішкентай балалар осы Айбарға қарап ой түсейді, барлығы Айбар сияқты болғысы келеді. Былай айтқан кезде қазақ тілінде өте таза сөйлеп, осы қазақ тілін насихаттауға кішкентай да болса өзінің үлесін қосып келе жатқан біздің кішкентай балапанымыз. Бұл жерде былай айтқан кезде өнердің бір қайнаған ордасы десек болады. Олақ бала салақ па? Салақ бала салақ па? Олақ бала да салақ, салақ бала да салақ. Енді қуанып айтшы. Олақ бала салақ па? Салақ бала салақ па? Олақ бала да салақ, салақ бала да салақ. Айбар Таңғыт студиясының ашылуында бұл үлкен бір сәтті адамдардың, пейілдердің, ниеттердің бір тоғысуының нәтижесінде ашылған студия деп айтсам болады. Себебі бұл жерде Айбардың анасы бірінші инициатор болды. Сосын мен де осы бағытта студия ашуға бір ниеттеніп жүрген кезім еді. Кастинг агентстводағы біздегі директорлар Мадияр Сарыбай, Айжан Жұмабекова, Мадина Мәлікқызы бәріміз бірге отыра осылай тоғысып сөйлесіп қалдық. Неге біз үлкен барлығымыз бірлесе жасамасақ? Бірлік болса тірлік болады дейді ғой. Эмоция жақсы келді, жас келді, чувствовать етіп тұрсыз да, барлығын сезініп тұрсыз. Бірақ ағаңызға бардыңызда эмоцияңызды жасырып тастадыңыз. Оны ешкім көрмей қалады. Сол эмоцияны ұстап тұрыңыз. Яғни бұл жерде не деген сөз? Камераны сезіну керек, кеңістікті сезіну керек, партнерді сезіну керек. Эмоцияңыз келді жасадыңыз, бірақ сіз оны көрсетпейсіз да, баян, хорошо делаешь, бәрін жасап келдің, взгляд, жасқа көзің толып тұр, боль, бәрі, ауырлықтың барлығын сезініп тұрсың, аяп тұрсың. Бірақ жанарыңмен төмен эмоция көрінбей қалды да, мына жаққа кетіп қалды. Камера ол эмоцияны ала алмай қалды. Я бұл камера болмағанның өзінде мына жақта көрермендер тұр, олар түсіне алмай қалды сіздің эмоцияңызды. Сезіну керексіз, я? Дарын, түсті оценка, ярче. Я еще ярче работаю. Хорошо? Біздің жалпы командамыздың үлкен арманымыз бар. Осы өскелек ұрпақты өзіміздің тәжірибемізбен, өзіміздің өнерімізбен бөлісіп, соларды өнерге баулу, тілдерін тазалыққа үйретіп, жақсы жүйелі сөйлеуге, ойларын дұрыс саптауға үйретіп жатырмыз. Бұл біздің кішкене де болса біздің тілге қосып жатқан үлесіміз деп ойлаймын. Отырдық мотоциклға. От алдырамыз. Тағы да өте жақсы. Еліміздің болашағы білімді, өнерлі, өзіне сенімді жастардың қолында. Сондықтан да еліміздің жарқын болашағы үшін әрбіріміз өзіміздің үлесімізді қосып еңбек етейік. Барлығыңызға сәттілік.